Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін әдебиеттік оқу 16 сабақ. Бүгінгі тақырып менің отбасым. Менің отбасым және достарым. Бүгінгі сабақта өлеңді өз сөзіңмен әңгімелейсің. Ойыңды тірек сөздер арқылы жеткізесің. Бірінші тапсырма: сөз жұмбақты шеш. Туыстық атауларды есіңе түсір дейді. Бірінші, отан отбасыдан басталады. Әкенің әкесі ата екен балалар. Сен әкеңе кім боласың? Бала. Мейірімді жан ана. Ағайынды адамдар бір-біріне туыс болады. Ұлдан кіші қыз бала қарындас болады екен балалар. Есіңе сақта: Бейсебай Кіріспайұлы 1955 жыл мен 2003 жыл аралығында өмір сүрген. Ол балалар ақыны. Алматы облысында туған. Жаңылтпаштар тағы басқа кітаптары бар. Екінші тапсырма: өлеңді түсініп оқы. Біздің әулет алақан аялы, анам бар жаны саялы, кешіре білген күнәмді, әкем бар менің шыдамды, шалғы тартқан шалғында, ағам бар менің алдымда, жақсылыққа талпынған інім бар ерген артымда. Бейсебай Кіріспайұлы. Келесі үшінші тапсырма: әулет сөзіне мағынасы жуық сөзді ата, өз отбасың туралы әңгімеле. Әулет сөзіне жуық сөз бұл отбасы және жанұя. Менің отбасымда 4 адам бар. Біз қалада тұрамыз. Демалыс күндері бірге қыдырамыз. Төртінші тапсырма: өлеңді мәнерлеп оқы. Немере: әжетайым қайда менің? Мектебіме бармақ едім. Күйдірермін бармағымды, үтіктеші шалбарымды. Деп жалынды немересі. Жалынудың шебер осы. Кеткен әже 70 асып, түре келді белім басып. Жүре беріп белім деді, бірақ өзі ерінбеді. Шалбарымды алып, шаңын қағып, үтіктеді барын салып. Қастек Баянбай. Бесінші тапсырма: өлеңге сүйеніп суретті қара сөзбен жеткіз. Суретте немересі әжесіне шалбарын үтіктеп беруді сұрайды. Ол өзі ерініп, қолымды күйдіріп аламын деп сылтау айтады. Ал жасы 70-тен асқан әжесі белін ұстап тұрса да ерінбей тұрып немересінің шалбарын алады. Шаңын қағып үтіктеп береді. Бұл өлеңде балалар немеренің еркелігі, ал әженің мейірімі мен еңбекқорлығы көрінеді. Келесі 6-шы тапсырма: баланың орнында сен болсаң не істер едің? Өлеңдегі оқиғаны қайта құрып айтып көр. Егер мен баланың орнында болсам, әжеме жүк қылмай шалбарымды өзім үтіктеп алар едім. Үлкендерді қинамай өзіміз істеген дұрыс. Соңғы 7-ші тапсырма: жалқаулық, қамқорлық тақырыбына оқиға ойластырыңдар. Жалқаулық: бір бала үнемі киімін, затын өзі істемей үлкендерге жасата береді. Өз ісін өзі істемеген соң кейін қиындыққа тап болады. Жалқаулық оған кедергі жасайды. Қамқорлық: әже немересіне әрдайым көмектесіп шаршаса да қамқорлық көрсетеді. Оның мейірімі мен еңбегі арқылы бала жылулық сезінеді. Қамқорлық адамдарды жақындастырады. Балалар, бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар.